107-ші орта мектептің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Қошқарова Жазира. Саламатсыңдар ма балалар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Міржақып Дулатұлы «Бақытсыз жамал» романы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыпшасы шығармадағы кейіпкерлер бейнесі. Сонымен қатар бүгінгі сабағымыздың мақсаты кейіпкерлер бейнесінің шығармадағы белгілі бір көрінісін анықтау, көркем шығармада кейіпкерлерді сомдауда тура және жанама мінездеуді анықтау. Оқушылар, бүгінгі біздің жаңа сабағымыздың тақырыбы Міржақып Дулатұлы «Бақытсыз жамал» романы. Біз осы «Бақытсыз жамал» романының бүгін 3-ші сағатын өткелі отырмыз. Бүгінгі бізге берілген тақырыпша шығармадағы кейіпкерлер бейнесі. Олай болатын болса, біз бүгін кейіпкерлермен жұмыс жасайтын боламыз. Осы «Бақытсыз жамал» романының кейіпкерлерін атайтын болсам, романдағы басты кейіпкер Жамал. Енді оқушылар, тапсырмалар жұмысын орындайтын боламыз. Ойлан, бірік, бөліс әдісі арқылы. Енді бірінші топқа жағымды кейіпкерлер, яғни шығармадағы жағымды кейіпкерлерді анықтап, постер қорғайды. Екінші топ жағымсыз кейіпкерлерді анықтау арқылы постер қорғайды. Үшінші топ сәйкестендіру тест беріледі. Яғни кейіпкерлердің сөздерін сәйкестендіріп, сызба арқылы белгілейді. Енді оқушылар, бүгінгі жаңа сабағымызды ойлаудың 6 қалпағы әдісі арқылы бүгінгі сабағымызды қорытындылағым келіп отыр. Бірінші оқушы қызыл қалпақ, бұнда «Бақытсыз жамал» романынан алған әсерлерін, эмоциялық көңіл-күйін білдіреді. Қара қалпақ шығармаға сын айтады. Сары қалпақ шығармадан өзіне ұнаған тұстарын айтады, яғни жақсы жақтарын. Ақ қалпақ шығармаға өз пікірін білдіреді. Жасыл қалпақ жаңа идея ұсынады. Көк қалпақ басшылық жасап қорытынды айтады. Яғни бүгінгі осы «Бақытсыз жамал» романына қорытынды ой айтатын болады көк қалпағымыз. Енді оқушылар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Үйге тапсырма: романнан алған әсерлеріңді баяндап, авторға хат жазыңдар.